Ауылды аңсаған етікші. Бласков, Испания. Үзгі ниетті оқырмандардың бұл әңгімені өмірдің әрқайсы жағына сәйкестіруіне болар еді. Ертеде бір етікші өзінің есік терезесі қымтаулы дүкенде күн өткізеді екен. Дүкенде отырғанымыз бір ауызда шатыршағына болса керек. Ол бір жағынан жұмыс істеп, бір жағынан жалғыз көзді терезеден күнге қарап отырады. Тек осы жалғыз көзді терезе ғана байқұс етікшінің үйіне күннің сәулесін сыйлап тұрады екен. Айтып отырған бұл әңгімем оңтүстіктегі бір қалашықта болған. Жалпақ әлемді жарықтандырып тұрған күн жарықтық, жоқшылықтан жұбына жеткен етікшінің үйіне бір күнде тек 2-3 сағат қана болымсыз сәулесін себеді екен. Бейшара етікші алақандай терезеден алыс көк аспанға телміре қарап, жұмыс істей отырып, ауық-ауық күрсінеді. Ол өмірі аяқ баспаған табиғат дүниесін армандайды. Осындай ашық аспанда арайлы күнде кең далада жүрген қандай жақсы екен. Бір харидар оған қарсыдағы үйде тұратын арбакештің кір-кір етігін алып келген кезде, бұл сырттағы ауа райы жақсы ма деп сұрады. Өте тамаша, сәуірдің салқын самалды ашық күн әншейін, деді анау. Мұны естіген етікшінің үхлеуі деп кетті. Ол етікті алды да бұрышқа қарай аямай лақтырып кеп жіберді де: "Сендердің бақтарың зор екен, етікті сенбі күні келіп аларсыңдар", деді. Ол ән айтып, іш құсалығын баспақшы болды. Содан кеш батқанша тоқтаусыз ыңылдаумен болды. Ол армандаумен аспан әлеміне көз салады. Әлсін әлі күрсінеді, сөйтіп кеш те батты. Осы бақытсыз бейбақ қараңғы түнді қиын жақсы көретін. Өйткені оның аянышты тағдыры қараңғы түсуден бұрын таза ауадан тыныстай алмаушы еді. Бір күні мұнымен бір ғимаратта тұратын бір аларман аяқ киімін жаматуға келді. Бұл оған өзінің ауыл-қыстақты көрсем деген арманы барын айтты. Әлгі кісі бұған: "Жөн ғой, Гаспар, сондықтан да мен есекпен кіре тартатындарды дүниедегі ең бақытты жандар деп қараймын", деді. "Есекпен кіре тарту?" "Солай, олар кіре тартып арлы-берлі жүргенде гүл шөптердің иісі аңқыған таза ауадан қанғанша ләззат алады. Олар табиғаттың қожасы ғой. Олардың кәсібі ең рахат кәсіп қой шіркін." Аларман кеткеннен кейін Гаспар терең ойға батады. Түні бойы ұйықтай алмай шыққан ол ертеңінде таңертең дүкендегі жұмысты немере қолыма тапсырып беріп, жиған терген 50 песома бір есек сатып алайын да кіре тартайын деген бекімге келеді. Сонымен ол ойлаған істеді. 8 күннен кейін ол бір тасымалшыға айналды. Бүгін қандай тамаша, ауа қандай таптаза. Анау алақандай шатырша үйде өксіп өткен қайран ғұмырым. Нағыз өмір дегенің осы екен ау, деп ойлаған Гаспар тоңғыш сапарға аттанады. Ол бір жағынан жол бойындағы гүлдерді теріп, бір жағынан шырқата әнге салады. Ол бір ағылшын мейлі шамасында жол басса да, жан баласына жолықпайды. Гаспардың арманы орындалып, кең байтақ даланың бірден бір қожасына айналады. Ол бір мүйістен айнала бергенде, алдынан 3 адам шыға келіп қатты ақырып: "Қозғалма", дейді. Олардың біреуі мұның есегін аударып алып, көзін бақырайтып қойып мініп кетеді. Енді біреуі мұны ұстап тұрады. Үшіншісі мұның бар киімін сыпырып алады. Олар мұны артымыздан қумасын деп, таяқтың астынан алып, сабап талдырып кетеді. Егер қалада болған болса, мұның құтқару тілеген айғайын біреу болмаса біреу еститін еді. Бірақ бұл арада олардан басқа жан баласы жоқ болды. Тападай тал түсте қарақшылар осыншама әлінен асты. Ол жан таласа: "Құтқарыңдар, құтқарыңдар, мен өлетін болдым", деп айғайлай берді. 5 минуттай уақыт өткенде арбамен келе жатқан бір егінші мұны құтқарып алады да одеялға орандырып, қалашықтағы үйінің есік алдына әкеп тастайды. Оның немере ұлы мен көршілері жағдайды көріп қатты тіксінеді. Олар жабыла не болғанын сұрайды, бірақ ол жұмған аузын ашпай қояды. Тіпті талай күндер бойы одан үн шықпайды. Бір күні түстен кейінгі сағат 3-тен асқан кезде ғимараттағылардың ауылға саяхаттай бармақшы болып, аздан кейін жолға шығайық деп жатқан естілді. "Бүгінгі күн қандай тамаша, немере інімді де ертіп алайық", деп жатыр немере ағасы. Гаспар жалғыз өзі шатырша үйдің ішінде жай ғана басын көтеріп аспанға қарап: "Күн ғой тамаша екен, келісіп таяққа жығылсаң, тамашасын сонда көрер едің", деп күбірледі.